Армысыз, қазақ елі. Салт дәстүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз тұрмыс салт дәстүрлері туралы айтатын боламыз. Яғни, қазақ халқы қандай үйде тұрған, ол үйдің жиһаздары мен бұйымдары қандай болған, қазақ қол өнері, зергерлік бұйымдар мен ою-өрнектердің түрлері, қандай киімдер киген, және қандай ұлттық тағамдар жасаған туралы толық мәлімет беретін боламыз. Арнаға тіркеліп достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ал бастайық. Киіз үй қазақтардың көшіп қонуға ыңғайлы баспанасы. Ол тарихымыздағы ең бірінші сәулетті құрылыс. Киіз үйдің іші қыста жылы, жазда салқын. Оның қабырғасы торлап көктелген керегеден тұрғызылады. Кереге әдетте екі түрлі болады. Оның бірі кең көзді кереге, жел көз деп аталады. Бұл артуға жеңіл, бірақ сүйегі жеңіл болғандықтан желге төзімсіздеу болып келеді. Екінші түрі тар көзді кереге, тор көз деп аталады. Ол артуға ауырлау болғанымен желге өте төзімді. Кереге жиналмалы бөлек-бөлек қанаттардан жасалады. Ал керегеден жоғары сидам, жіңішке ағаштан жұмырлап жасалып, қарны иілген уықтардан қаусырыла күмбе шығарылады. Уықтардың басы дөңгелене жайылған керегенің аша басына айқастырыла байланып, ұшы, қаламы шаңырақтың көзіне шаншылады. Шаңырақ үй күмбезінің төбесі терезесі. Керегенің сыртынан әр алуан бояулы жүн оралып, өрнек түсіріліп тоқылған шымши немесе жалаңаш шиден тоқылған ши ұсталады. Кереге мен уықтар уық-бау, керме-бау, басқұр, құр және басқа да баушулармен бекітіледі. Үйдің ағаштан жасалғандарын сүйегі деп атайды. Үй ағашының сыртынан арнаулы үй киіздері қабырғасына туырлық, үстіне үзіп, төбесіне түндік жабылады. Бұл үй киіздері баушулар арқылы ұштастырылады. Оған ағаштан ойылып жасалған сықырлауық деп аталатын жарма есік орнатылады. Сықырлауық сыртынан ораулы шиден тоқып, оюлы киіз қаптаған жаппа есік түсіріледі. Үйдің ортасында тамақ пісіретін ошағы болады. Үйдің оң жағында төсек, оның тұсына тұс киіз ұсталып, төсекті қоршап шымылдық тартылады. Үйдің төріне жүкаяқ қойылып, оның үстіне абдыра, көрпе жастық, жүктер жиналады. Үйдің сол жағына кебеже, қазан аяқ, саба сияқты ыдыстар қойылып шыптамен қоршалады. Талай ғасырлық көшпелі тұрмыс тәжірибесінен туған қазақтың киіз үйі күннің аптабы мен түннің дымсызынан, жауын шашын мен аңызақтан, бораннан сақтануға ыңғайлы, әр көші-қонға қолайлы. Оны жарты сағат ішінде жығып артуға да, жарты сағат ішінде көліктен түсіріп тігіп алуға да болады. Киіз үй жуық шамамен алғанда кейінгі дәуір ғасырларда пайда болуы мүмкін. Киіз үй ғұн дәуірінен белгілі. Кейбір ежелгі көшпенділердің тұрақ үйінің көрсетілімдері жартасқа салынған суретте сақталып қалған. Киіз үй қолданысымен үй иелерінің дәулетіне қарай әр түрлі болып келеді. Орда салтанатты, жоғары мәртебелі адамдар басын қосып, елдік мәселе шешетін немесе аса құрметті хан батынайды. Мұның да бірнеше түрі бар. Алтын орда 30 қанаттан, керегеден тұратын ханның мәжіліс ордасы. Алтын үсік 24 қанаттан тұратын аса лауазымдан үй, дәулетті бай үйі, боз үй, қоңыр үй 4-5 қанатты орташалар үйі, қарашай кедей үйі, отау жас жұбайлар үйі, жолым үй, абылайша жаппа уақытша ғана отыратын шағын немесе жартылай тігілетін үйлер, күрке, қос ас сақтайтын, далада малшылар немесе кедейлер тұратын үйлер. Осылардан байқағанымыздай, Шыңғыс хан дәуіріндегі Ақ орда, Көк орда, Алтын орда дегендердің өзі кеңейтілген киіз үйдің көшірмесі іспетті. Киіз үй сүйегі, қаңқасы, арнайы ағаш сырықтар мен бұтақтардан дайындалады. Олар жерге жабылатын киіз салмағына, әсіресе кенеттен пайда болатын дала құйынына шыдамды етіп жасалынуы қажет. Киіз үй формасының дөңгелек түрде алынуы барлық бөлшектерінің бір-бірімен айналмалы, қозғалмалы, шарнирлі етіп жалғастырылуы киіз үйді жел екпініне, жер сілкінісіне төзімді етеді. Және киіз үйдің бұндай қасиеттері кездейсоқ құйын соғып, не қатты дауылға шыдамай құлаған жағдайда үйлерді аз ғана шығынмен қайта тұрғызуға мүмкіндік береді. Қазақ үйінің киесі шаңырақтан бастау алады. Шаңырақ қасиетті. Шаңырақ күннің символы. Шаңырақ көтеріліп жатқанда ешкім сөйлемейді. Өйткені ұлы іс атқарылып жатқанда үнсіздік орнауы тиіс. Жету шаншылғанша жетесіз ғана сөйлейді деген сөз осының дәлелі. Шаңырақтың төрт күлдіреуші төрт тарапты білдіреді. Оқтарды күн шапақтары деп ұққан жөн.
Ертеректе шаңыраққа үрлеген қарын байлап қоятын болған. Оның мәнісі құт құйылады деп есептеген. Шаңырақтың дәл астында ошақ орналасады. Ошақ адамның оты. Ежелгі түсінік бойынша шаңырақтың үстінде Алланың оты маздаса, астында адамның оты лаулайды. Киіз үйдің есігі әдетте шығысқа қаратылады. Бұл күннің сәулесі үйге бірінші түсін дегенді білдіреді. Есікке қарама қарсы бет төр. Төрдегі адам төрелік айтады. Төрге ақ пен қара түсті сырмақ төселеді. Мәнісі төр ақ пен қараның ара жігін ажырата алатын адамның орны. Төрде отырып, билік айтқандар ел билігіне дейін көтерілген. Сосын қазақ дәстүрі бойынша төрге қыз бала отырған. Өйткені қыз қонақ. Мұны бабалардан қалған қыз бала төр иесі, ұл бала үй иесі деген сөзден де байқауға болады. Киіз үйде босаға екеу. Оң жақ босаға және сол жақ босаға. Сол жақ босағаға кебеже, саба, мес, күбі қойылады. Оны құт босаға деп атайды. Өйткені аталған ыдыстарға айран, іркіт, қымыз, шұбат құйылады. Демек, сол жақ босаға әйелдің символы. Қазақы ұғымға сүйенсек, сол босағадан кірген дүние сыртқа шықпайды, қапқа түседі. Сол үшін де қазақ мұны қапқа түскен қатындікі деп бірақ қайырған. Ал оң босаға еркектің символы. Оң жаққа ер тұрман, ат әбзелдері, бүркіт қойылады. Қатты жауын шашында малдың жас төлінде оң жақ босағаға кіргізетін болған. Босаға аттап келген келінді де оң жақтан қарсы алады. Сол сияқты қайтыс болған адамды да қазақ ақ киізге жатқызып, оң жақтан шығарады. Демек, оң жақ бір әлеуметтік сатыдан екінші әлеуметтік сатыға, немесе бір әлемнен екінші әлемге өткізетін көпір іспеттес. Олай болса, кереген кең болсын, екі босаған тең болсын деген тілектің кейінгі жолдарында әке, шешең аман болсын деген астар жатса керек. Шаңырақты көтергенде бақанның екінші ұшы тиген жерге, яғни үйдің дәл ортасына ошақ орналасады. Ошақ орналасқан соң қазан асылады. Ал қазан асылған соң міндетті түрде оған бірдеме құйылуы керек. Қазанның бос тұруы жаман ырымға саналады. Қазанды татулықтың белгісі ретінде мансұқтайтын аңыздар да бар. Оның бірі жауласқан мың батырдың найзасының ұшы ертіліп қазан құйылған екен деп басталады. Олай болса, қазан береке бірліктің символы ретінде де танылады. Ертедегі түсінік бойынша әлем үш сатыдан тұрады. Аспан киелі рухтар мекені. Ондағылар белбеуді басынан байласа, жердегілер белінен, ал төмендегілер аяғынан байлайды. Табалдырық сол төмендегі әлеммен байланысқа түсіретін мәнге ие. Киіз үйдің сүйегін бір-бірімен қиюластыру мақсатында бау құрлар қолданылады. Олар манналар, таңғыш екі керегенің сағанағын, жігін, кіріктіріп таңатын өрнекті жіңішке құр. Таңғыш үй тіккенде керегелерді бір-біріне қосып байлайтын терме бау, бас арқан, керегенің басын сыртынан бастыра орап таңатын қыл арқан. Бас арқан үйдің барлық салмағын ұстап тұратын, кереге басын орай маңдайша бекітілетін берік арқан. Шалма уықтарды сырғып кетпеу үшін шалмалап байлайтын құр. Жел бау бірге асылады. Киіз үйге сәндік жиһаздық сипат береді. Оның негізгі міндеті дауыл кезінде шаңырақты салмамен басып тұру, желбеу, сәндік үшін шаңыраққа байланатын шашақты баулар. Желді күні үй шайқалмас үшін оған салмақ байланады. Басқұр киіз үйдің ішін безендіру үшін әрі кереге бас. Басқұр кереге басы туырлықты тесіп кетпеу үшін айнала жүргізілетін, тартылатын. Жалпақ оюлы құр, үзік бау, үзіктің екі жиегінен екі немесе үш жерден айқастыра тартып кереге банады. Үзік ордада кереге мен шаңыраққа дейін жабатын туырлық бөлігі, белбау, туырлықтың керегеге жатық жатуы және жел көтеріп кетпеуі үшін сыртынан бастырып буатын қыл арқан. Белдеуден тартылатын арқан. Киіз үйдің шилері кереге мен туырлық арасы нан айналдыра тұтылатын шилер туырлықты кереге көгінің жылуынан қорғап, киіз үйдің сырт пішінін жұмырлай түседі. Қой жүнін бояп, әшекейлеп орау арқылы тоқылған шиді шым ши деп атайды. Ши кейде тамақ қоятын сол жақ босағада тұтылады. Ши киіз үй бөлшегін, тұрмыс бұйымын жасайтын қамыстың түрі. Есік бау киіз есіктің бауы, тастама киіз есігін жоғарыдан шаңырақ арқылы маңдайшаға байлайтын бау. Жел арқан, дауылды күндері үйді бастыра тартатын арқан. Аяқ бау, уыққа сәндік үшін үлфел шоғы.
балақ бау, уықтарды қосып байлайтын баулар, түндік бау, түндікті белдеуге байлайтын бау, уық бау, уықты керегеге байлайтын жіп, киіз үйді жерге сүйеніп, жақтаянып, қолды төбеге немесе желкеге қойып айқастырып, тізені құшақтап отыруға болмайды. Сондай-ақ киіз үйге қолға қамшы ұстап кіру әдепсіздікке жатады. Салт атты адам киіз үйге артқы жағынан келуі керек. Киіз үй жиһаздары мен бұйымдары әбдіре, киім-кешек немесе басқа да бағалы бұйымдарды сақтауға арналған сандық. Оның көлемі әртүрлі болады. Әбдірені мықты, әрі жеңіл ағаштан тегістеп жонып тақтай дайындап, содан қиюластырып жасайды. Бір түсті сырмен боялып, алдыңғы беті сәнді болу үшін түрлі өрнектермен әшекейленген жұқа қаңылтырмен қапталады. Қозғауға ыңғайлы болу үшін екі бүйіріне қос-қостан 4 тұтқа орнатылып, қақпағына құлып салынады. Ағаш төсек адамның жатып тынығуы үшін пайдаланылатын үй жиһазы. Ағаш төсектің қазақ үлгісіндегі түрі қайқыбас төсек. Төсекті кептірілген қатты ағаштың қайың немесе мен тегістеп өңделген тақтайынан жасайды. Төсектің басы, аяқтары мен оған көлбей бекітілетін жастықша бөлігі қиюластырылып, бір тұтас етіп дайындалады. Сәнді болу үшін оның бетін әртүрлі бояулар мен өрнек салып сырлайды, не өрнектелген бұйыммен әшекейлейді. Адалбақан киім, үй мүліктерін ілуге арналған жабдық. Адалбақан көбінесе бұтағы көп балапан қайың мен шыршадан, самырсыннан жасалады. Жас ағашты кесіп алып қабығын ашығаннан кейін, оның бұтақтарын түп жағынан бір сүйемдей қалдырып, ұшын кесіп тастайды. Енді сол бұтақ түбірлерін бақанның жоғарғы ұшының бағытымен майыстырып етте, ұштарын қайыспен не мықты жіппен бақанның діңіне таңып, көлеңкеде кептіреді. Иілген бұтақтар жазылып кетпейтіндей болып, әбден кеуіп қалыптасқан кезде таңғышты шешіп алып, оның ұштарын үшкірлеп жонып ілгек жасайды. Сәнді болу үшін оның сыртын бояулармен өрнектеп сырлайды, бүршікбас алтын, күміс шегелермен нақыштайды. Кебеже тамақ сақтауға арналған сандыққа ұқсас ағаш бұйым. Кебеженің түбі қалың тақтайдан жасалады. Оның қақпағы сандықтың қақпағы сияқты, кейде жармалы да болып келеді. Жармалар не көлденең кергіш ағашпен, не таспамен жалғастырылады. Кебеженің беті де кейде сырмен, кейде сүйекпен ою салып өрнектеледі. Жастық ағаш жер төсекте жатқан адамның басын биіктету үшін жастықтың астына қоюға ыңғайлап жасалған тиянақ ағаш. Жастық ағаш кәдімгі ағаш төсектің сыңар басы, жоғарғы басы. Оның екі аяғы жастықты жерге түсірмей тұратын тақтай кермесі және жастықтың астына қоюға лайықтап жасалған көлбеу тақтай төсеніші болады. Жастық ағаш тұтас ағаш төсекке қарағанда әрі ықшамды, әрі жеңіл болғандықтан көшпелі тұрмыста көп пайдаланылған. Жүк аяқ жиған жүктің астына қоюға арналған ағаш тұғыр. Жүк аяқ кепкен мықты әрі жеңіл ағаштан өңделген тегіс тақтайдан жасалады. Ол негізгі үш бөліктен, жанағаштан, алдыңғы және артқы беттер, аяқтан, шабақтан тұрады. Жүк аяқтың пішіні екі түрлі болады. Үсті тегіс жүк аяқ, қайқыбас жүк аяқ. Қайқыбас жүк аяқ кәдімгі қайқыбас төсекке ұқсайды. Жүк аяқтың алдыңғы беті бір түсті сырмен боялып, оған кейде түрлі түсті бояулармен өрнек салады, не өрнек салған сүйекпен қаптап әшекейлейді. Сандық киім-кешек тағы басқа да заттарды салуға арналған ағаштан жасалған бұйым. Сандық тұрмыста ерте кезден пайдаланылып келе жатқан ең ежелгі жиһаздың бірі. Көшпелі қазақ үшін ол өте қолайлы болған. Сандықтың аузына көбінесе ішкі құлып, кейде аспа құлып орнатылады. Сандықты жерге қойғанда түбі дым тартпау үшін оның астыңғы төрт бұрышымен үйлестіре тақтайдан бұрыштап аяқ орнатады. Сандықтың беті әр түрлі бояумен сырланып, не өрнектеледі, не айшықты қаңылтырмен, кейде өрнекті сүйекпен қапталады. Сандықтың екі бүйіріне тұтқа орнатылады. Сандық қап сандықты бүлінуден сақтау үшін сыртына кигізетін киіз қап. Киізді сандыққа өлшеп пішіп, сандықтың қақпағына тура келетін бетінен сандық сиярлықтай ауыз қалдырады да, қалған қосындыларын ұшуда жіппен тепшіп тігеді. Жүк жиналған сандық қап кигізілген кезде де сәнді көріну үшін сандық қаптың алдыңғы бетіне кесте тігіледі, түсті бағалы мата тұтылады. Сандық қаптың сандық тұтқасына дәл келетін тұсы өлшеніп тесіліп, тұтқалар сыртқа шығарылып қойылады. Бұл сандықты қабымен көтеруге қолайлы болады. Сандық қаптың аузы матадан ызылған баулар немесе түйме арқылы жабылады. Асадал тамақ пен ыдыс аяқ сақтауға арналған кебеже тектес ыдыс. Асадал мықты әрі жеңіл ағаштан жасалады. Асадалдың түбі оның ішкі жағындағы жиекшелерге тірей орнатылатын қалың тақтаймен, үстіңгі беті жұқалау тақтаймен жабылады.
Алдыңғы бетінде топсамен бекітілген бір кейде екі жармалы есігі және суырмасы болады. Асадал сәнді болу үшін оның бетін әртүрлі бояулармен өрнектеп сырлайды, не сүйекпен өрнектеп әшекейлейді. Асадалдың үйдегі орны қазан аяқ жақ. Алаша әртүрлі жүннен немесе әртүрлі түске боялған мақта мен жүннен тоқылған төсеніш. Оны екі түрлі әдіспен түрлі түсті жіптерді жарыстыра жолақ жасап, әр түстерін көп мәнерлі өрнектер түсіріп тоқиды. Алғашқысын жолақ алаша, соңғысын терме алаша деп, кейде кілем алаша деп те атайды. Алаша енсіз тоқылғандықтан төсеніш, түс кілем, қоржында жасағанда бірнеше ендерді біріктіріп тігеді. Бөстек адамдардың астына төсеуге арналған жұмсақ төсеніш. Ол малдың, көбінесе ешкінің не аңның еленген жұмсақ терісіне киізден астар салып жасалады. Жастық адамның басына жастауға арналған үй жиһазы. Жастықтың ішіне көбінесе құстың мамығы салынып, сырты матамен тысталады. Оны бидай шүберек деп атайды. Бидай шүберектің сырты әртүрлі маталармен қапталады. Оны жастық тыс деп атайды. Жастық тысын шешіп ауыстырып отыруға қолайлы болу үшін кигізетін аузына түйме қадалады, не бау тағылады. Құстың мамығынан жасалған жастықты құс жастық дейді. Жастық көбінде бір кісілік болады. Ал оның салт атқа мінгенде ер үстіне салатын түрін көпшік деп атайды. Көрпе матаның арасына мақта немесе жүн, әсіресе түйенің салып тіккен жамылғы әрі төсеніш. Ол жамылғы көрпе және төсек, төсеніш көрпе болып бөлінеді. Көрпенің астары жай ғана матадан, тысы бағалы матадан тігіледі. Жамылуға арналған көрпе бір кісілік, екі кісілік болады. Төсек көрпенің сыртқы астарын маталардың қиықтарынан құрап тіксе, оны құрақ көрпе дейді. Жамылғы көрпенің ұзындығы кісінің бойына лайық етіп жасалады. Баланың бесігіне жабатын көрпені бесік көрпе, бала орауға арналған көрпені орауыш көрпе дейді. Құстөсек құс жүннен, мамығынан жасалған жұмсақ төсеніш. Құстөсектің үлкендігі оны төсейтін төсектің үлкен кішілігіне қарай әртүрлі болады. Қалың матадан ұзындығы мен ені төсекпен бірдей етіп үлкен қанар тігеді де, оның ішіне құстың жүнін толтырады. Құстөсектің сыртын тағы бір бағалы матамен тыстайды. Құстөсектің ішіндегі мамық адамның терімен дымқыл тартып, үйісіп қала береді. Сондықтан оны апта сайын қағып сілкіп, мамықтың үйісқанын жазып, күн көзіне жайып, желге қақтырып отырады. Құстөсектек жұмсақтығымен ғана емес, жылу сақтағышымен де құнды. Сырмақ киізден сырып, оюлап жасалған төсеніш. Сырмақты түрлі түсті киізден ойып, өрнек салып та, сондай-ақ шымқай ақ киіздің бетіне ақ, қызыл, сары маталардан ою бастырып та тігеді. Сырмақ жасау үшін алдымен ою өрнек салынған үлгісі дайындалады. Сырмаққа керекті ақ, қара киіздер бөлек-бөлек дайындалады, сондай-ақ олар жұқа, әрі тығыз басылуы керек. Киіз басылып біткен соң, ақ пен қара түрлерін бір-біріне беттестіріп, үстіне алдын ала дайындалған ою өрнектерді салып, айналасын сызып, суреттің ізін түсіреді. Түсірілген із бойымен екі киізді бірден ойып шығады да, ақ киіздің ойылған оюын қараға, қарасын ақ киізге салып күйуластырып тігеді. Құрастырылған екі түсті киіздің оюын сол қалпымен тұтас үлкен киіздің үстіне салып жапсырады. Оюлардың құрастырылар жерінің үстін бастыра жиектейді. Біріншіден, жіптің бояуы ақ, қара киіздің түсінен басқа ашық түсті болады. Сонымен қатар, жиек бірнеше жіптерден қабатталып иіріледі. Үй тұрмысында сырмақ текеметті емес, тұтынуға мықты, төзімді болады. Сырмақтың оюларын құрастырып, үстінен басып тігіп болғаннан кейін, ақ киіздің үстін ақ жіппен, қара киізді қара жіппен жүрмеп тігеді. Осы әдіспен тігілген сырмақ қатты болып шығады. Сырмақты сыру үнемі ою өрнектердің бағытымен жүргізіледі. Бұдан кейін сырмақтың шеттерін тегістеп қиып, шетіне айналдыра жиек бастырады. Сырмақтың жиегін бастыратын жіпті ақ жүннен иіреді. Жиекке арналған жіпті жалаң қаба түрінде біреуін оңқай, екіншісін солақай етіп иіреді. Содан кейін оларды өзді-өзіне қосады да, екі қабаттап, екі бөлік етіп тағы иіріп, бояуға салу үшін төгетте жарты метр шамасында етіп келептейді. Жиек жіптерді қазанға салып, суға ертілген бояумен бірге аударыстыра отырып қайнатады. Халық арасында жіпке бояу жақсы сіңуі, бояудың түр-түстері ашық болу үшін бояу мен суға ашудас, мүсір, тұз қосып, аздап май салып қойған. Бояу сіңіп айнап боялған жіпті сол қалпында сөреге іліп, сағат сайын аударыстырып кептіреді. Әбден кеуіп болған жиек жіптерді оңқай және солақайын бір-біріне қатар жарыстыра отырып, оны ширатпай-ақ домалақтап орайды.
Сонда жиектің қатар түскен ширатындысындағы оң қай иірім мен солақай иірім қарсыласа келіп, біркелкі таңдай өрнегін жасайды. Текемет бетіне түрлі түсті ою өрнек басылған киіз. Оның күзем жүннен басылған талдырма бетіне ақтай немесе қызылға, көкке, қараға не басқа түске боялған жүнді әр түрлі өрнекпен тартады. Текемет басылатын жүнді де киіз басылатын жүн сияқты көп істеді. Текеметті де киіз басқандай әдіспен басады. Алғашқы жартылай басылған түрі талдырма деп аталады. Бұл әлі толық басылып қатаймаған кезі. Оны оюлы түр салуға негіз ретінде кептіріп құрғатып дайындайды. Текемет мықты болу үшін жартылай басылған екі киізді беттестіріп білектейді. Ою өрнек негізгі талдырмаға салынады. Текеметтің бірнеше түрі болады. Олардың ішінде шашақты текеметті қымбат маталармен безендіріп жасайды. Мұндай текеметті халық жоғары бағалаған. Қазақ қол өнері, зергерлік бұйымдар мен ою өрнектер қазақ халқының қол өнерінің тарихы тым тереңде. Ол кең байтақ жерімізді мекендеген сақ, үйсін, қыпшақ, ғұн, қарлұқ тәрізді көне түркі тайпаларының мәдениетінен арқау алады. Және де оған оңтүстік Сібір, Орта Азия мен Ресей халықтарының да мәдениеті өз әсерін тигізген. Осындай үнемі жаңғыру үстінде болған қазақ халқының дәстүрлі қол өнерінің даму биігіне көтерілген кезі 19 ғасырдың екінші жартысы мен 20 ғасырдың басы. Археологиялық қазбалар мен жазба ескерткіштерге арқа сүйесек, Қазақстан аймағын мекендеген тайпалар жүздеген жылдар бойы металл, тас, сүйек, саз, балшық, ағаш, жүн, тағы басқа да шикізаттарды шаруашылық кәсіптерімен күнделікті тұрмыс қажетіне жаратып, қол өнердің өз ұлтына тән ерекше көркем түрлерін қалыптастырған. Қазақстан жеріндегі қол өнердің көне заманнан келе жатқанына нақты айғақтар, Павлодар өңіріндегі Досыбай жартасынан табылған бейнелер, Өскемендегі жазбалар мен Ұлытау жартасындағы суреттер, Крейгелді өзені аңғарынан табылған керамикалық қазындылар. Қазақ халқының қол өнері ерте кезден-ақ әлемдік мәдениеттің көрнекті қайраткерлерін қызықтырған. Геродот тіпті былай деп жазып қалдырған: олардың барлық заты алтын мен мыстан жасалған. Айбалталары мыстан істелген. Бас киімдер мен белдік әшекейлері түгелдей алтыннан жасалған. Сондай-ақ ат омырауындағы өмілдіріктері де мыстан соғылып, жүген сулығы, ауыздығы және басқа бөліктері түгелдей алтынмен әшекейлендіріліп, безендірілген. Геродотпен бірге Ктесий, Страбон да қазақ топырағын мекендеген сақтар мен массағаттардың барлық заттарының әшекейленіп, киімдерінің өздеріне тән үлгілері болғанын айтады. Қазақ халқының қол өнері туралы Ресей ғалымдары да сүйсіне әңгімелейді. Мысалы, Леваневский: қазақтың қандай кәсіпке болмасын, табиғатынан қабілеттігіне сүйсінесің, қарапайым құралдар мен тамаша ер қапталдарын жасап, алтын, күмістен әсем бұйымдар шығаратындығына таңсанбасқа болмайды. Қазақтың тіккен аяқ киімдері өте берік, киюге ыңғайлы деп жазады. Ал енді қазақтың ұлттық қол өнерінің таңғажайып туындысы киіз үй орта ғасыр саяхатшылары Марко Полоны 1230, Плано Карпиниді 1246, Клавихоны 1403, Барбораны 1436 қатты таңғалдырып, олардың тарихи жазбаларынан орын алғаны біз үшін үлкен мақтаныш. Қазір халықаралық деңгейде қол өнер көрмесі ұйымдастырылмағанымен, бұрын оған айрықша көңіл бөлетінді. 1969 жылы 91 жасында қайтыс болған Барлыбаева Рымжанның қолына шыққан текеметтің кезінде Парижде ұйымдастырылған көрмеге қатысып, талайларды таң қалдырғаны неткен керемет. Сондай-ақ қазақтың киіз үйі 1861 жылы Парижде өткен халықаралық көрмеге қатысып, 1876 жылы Петербургте ориенталистердің 3-ші конгресінің құрметіне ашылған көрмеге, 1890 жылы Қазанда өткен көрмеге қойылған, 1913 жылы Омбы шаһарында Романовтар әулетінің 300 жылдық тойларындағы көрмеге Атбасардан Мейрам қажының киіз үйі қатысқан. Кезінде бүкіл әлемге танылған қас шеберлеріміз туралы айтқанда, аузымызға ең бірінші мұрын жыраудың есімі түседі. Оның шын аты Тілеген Сеңгірбаев. Осы бабамыз өзінің жарты ғасырға жуық өмірін темірден түйін түйіп, алтынды күміске байлап етік тіккен, тас қашаған. Тек әттең, бай іс тәжірибесін үйреніп, қағазға жазып алып қалмағанымыз өкінішті. Қазақстанда кезінде Жүсіп, Махамбет, Күмбет бай, Тәуден, Әбдіғали, Шайахмет, Аяған деген атақты шеберлер өмір сүрген.
1882 жылы Мәскеудің өндірістік көркемөнер көрмесінің төтенше комиссиясы қазақ шеберлерінің ыдыстарын жұмысының мінсіздігімен, өрнектерінің әсемдігімен ерекше көзге түседі деп атап өткен екен. Қазақтың осындай мақтаулы ағаш ыдыстарының өзіндік ерекшеліктері оның көлемінде екен. Мысалы, бұрын қазақ ауылдарында бір қойдың еті тұтас сыйып кететін керсен ыдыстар болыпты. Солардың кейбір түрлері қазірде ел ішінде сақтаулы. 1871 жылы Семейдегі көрме ұйымдастыру комитеті өзінің хаттама құжаттарында қазақтың ешбір тагорлық станоксыз аққашау мен пышақты пайдаланып тұтас қайыннан жасаған ыдыстары өте шебер орындалғанын жазып қалдырыпты. Жалпы қазақтың қолөнер шеберлері жасаған ыдыстардың 65 түрі, ал музыкалық аспаптардың 18 түрі бар екен. Зергерлік бұйымдар алтын, күміс, платина, палладий, асыл металдарды әшекейлеп өңдеудің, сондай-ақ жез, мельхиор, түсті металдарды қорытудың, олардың бетіне алтын, күміс жалатудың, көп жағдайда қымбат тастармен, эмальмен безендірудің нәтижесінде алынатын бұйымдар. Тұмарша, бой тұмар, бұл ырымдық зат. Оған кез келген бұйым, ұлутас, сүйек, немесе арнайы жасалған қымбат заттарда алынған. Оларға жазу жазылып, бедер суреттер түсірілген. Бойтұмарды алқаға, кішкене қорапшаға, әмиянға салатын болған. Болмаса былғарыдан, шүберектен жасаған қалташаға тігеді. Үлкендігі мен пішіні әр түрлі болады. Ол көз тиюден, пәле-жаладан, апаттан қорғайды деп сенген. Жүзік, сақина, әйелдердің саусақтарына тағылатын зергерлік бұйымдардың бір түрі. Зергерлер алтыннан, күмістен құйып, қақтап, соғып, шекімелеп, қарала жүргізіп, шиыршық темірден торлап, небір тамаша өрнектер салып, асыл тас қондырып алуан түрлі жүзіктер жасаған. Олар жасалу түрмен қолдану ретіне қарай отау жүзік, құсмұрын жүзік, тасбақа жүзік деп аталған. Шолпы, шаш теңге бұл бұйымдарды қыз келіншектер шаштарының ұшына тағады. Шаш теңгелер мен шолпылар әсем шиыршықталған күміс үзбе бауларға бекітілген 9 теңгеден тұрады. 9 қазақ ұғымында киелі сандардың бірі. Олар бір-бірімен ұзыннан ұзақ жалғасып, шаштың ұшына бірге өріледі. Шашбау бір-біріне сым үзбелер арқылы бекітіледі. Орталарына асыл тастардан көз қондырылған теңгелер тізбегінен құралады. Сәнді шашақпен, күміс әшекейлермен әсемделеді. Шашбау шаштың түбіне бекітіліп, буырыммен бірге салбырай төгіліп тұрады. Білезік сыңар қолға да, қос қолға да тағыла береді. Бірнеше бөлшектен қоралған, ашпалы-жаппалы, сом темірден тұтас қойылған жұмыр түрлері болады. Соған орай оларды сом білезік, жұмыр білезік, бес білезік деп әртүрлі атайды. Олардың ішінде шынжырмен жалғасып жататын бірнеше жүзігі бар білезіктер де кездеседі. Оларға неше түрлі өрнектер салып, тас қондырып, қарала жүргізіп, сіркелеп, борала ширатып әсемдейді. Олар көбіне күмістен соғылады. Сырға қыз келіншектердің аса сүйіп тағатын әсемдік бұйымдарының бірі. Қазақ зергерлері жасайтын ай сырға, тас көзді сырға, күмбез сырға, салпыншақ сырға, сабақты сырға, шашақты сырға деп әр өңірде әрқалай аталатын сырғалардың түрлері өте көп. Қапсырма бір-біріне топсы арқылы бекітілетін екі бөліктен тұрады. Олар үш бұрыш, сүйір, доға тәріздес әр түрлі пішінде болады. Қап сырманың бетіне аң қустың, ай мен күннің немесе өсімдік пішіндес өрнектер салынып, тастар қонды ырылып әсемделеді. Алқа оны өңіржиек деп те атайды. Алқалар бір-біріне шығыршық арқылы жалғасады, және бірнеше төрт бұрышты әшекейлерден құрастырылады. Әр әшекейдің ортасына жиектеріне асыл тастар орнатады. Ою өрнектер оюшы, әр түрлі өрнек үлгілерін жасаушы, қазақ ою өрнегінің шебері. Қазақтың ою өрнектері төрт түрге бөлінеді. Өсімдік және жануарлар пішіндес, геометриялық, космогендік, астрологиялық формада. Бұлардың әрқайсысының өзіндік мән мағынасы болады. Мүйіз қазақ оюының негізі және ең көне кескіні. Ою өрнектің бүл элементі мүйізді меңзеуден шыққан. Мүйіз ою өрнегі кейде ұсақ, кейде ірі болып келеді. Сақ түрлері ағаш, сүйек, мүйіз сияқты нәзік қолөнер саласында пайдаланылады. Ірі түрлері сырмақ, текемет, алаша, кілем, сәулет өнерінде сан түрлі мәнерде қолданады. Гүл мұндай ою өрнек гүлдердің барлық түрлерін тұспалдайды.
Бүл өрнектің түрі қолөнер бұйымдарында 3 жапырақтан басталып 12 жапырақты ою өрнекке дейін кездеседі. Кесте тіккенде және киім-кешектердің жағасына, қалтасына, жиектеріне салады. Қазақ қолөнерінде арпа бас, көбелек, су өрнегі деп аталатын кескін түрлері де жиі қолданылады. Ою өрнек саласында негізінен бояудың қызыл, көк, жасыл, сары, ақ, қара түрлері кең қолданылады. Өйткені бұл бояулардың символдық мәні де бар. Мысалы, көк түс аспанның, ақ түс ақиқаттың, қуаныштың, сары түс ақыл парасаттың, қайғы мұңның, жасыл түс жастықтың, көктемнің символы. Су өрнегі деп әрбір өрнекті бөліп тұрған жолақты айтады. Су өрнегі екі қатар сызық аралығында ирек сызық жасай отырып, дөңгелек төртбұрыш бейнелер жасайды. Іс жүзінде көбірек қолданылатын ою өрнектердің келесі бір түрлері қошқар мүйіз, аша тұяқ, түйе табан, құс қанаты, кемпір қосақ, өркеш, құс тұмсық, тұмарша деп аталады. Қошқар мүйіз қойдың төбесімен екі жаққа иіріле түскен мүйіз бейнесінде жасалып, оның қолтық тұсына қойдың құлағын долбарлайтын тағы бір шолақ мүйіз тәрізді екі буын шығып тұрады. Одан байқаған адамға қошқардың тұмсық пішіні аңғарылады. Қошқар мүйіз текеметте, сырмақта, басқұрда, алашада, кілемде, былғары, сүйек, ағаш, зергерлік бұйымдарының барлық түрінде кездеседі. Ашатұяқ кейде айыр өрнегі деп те аталады. Ол пішен ашалайтын айырға ұқсас келеді. Түйе табан, түйенің басқан ізін долбарлайтын күрделі ою өрнек. Ол кейде қарда, қарға, қызылайыр ою өрнегіне ұқсайды. Қатар тұрған үш тәрізді екі сызық қатарласып қосылмайды. Түйенің табанына ұқсас екі жарты сопақша дөңгеленіп келеді. Құс қанаты мүйіз оюмен не шахмат шақпақтарының ізімен бейнеленген құстың қанаты тәріздес ою өрнек. Бұйымдарда көп қолданылатын бұл ою қанатын жайып, ұшып келе жатқан құсты тұспалдайды. Кемпір қосақ бірнеше түстерден жолақтар жасап, алма кезек орналасады. Қазақтарда кейбір түстердің символдық мәні бар. Қолөнер бұйымдарын жасауда әрбір түсті белгілі тәртіппен кемпір қосақ іспетті орналастырады. Бұл өрнектер алаша, қоржын, басқұр тоқуда жиі пайдаланылады. Өркеш түйенің қос өркешін бейнелейді. Сырмақ, текемет, түскездерге салынатын ою өрнек композициясында көбірек кезетін элемент. Қазақ оюында мал мен аңның қос мүйізін, түйенің қос өркешін, биенің қос емшегін бейнелеу береке бірліктің, көбеюдің символын білдіреді. Құс тұмсық бұл өрнек құстың тұмсығын тұспалдаудан туған. Ол тармақты мүйіздер мен сызықтардан құралады. Ою өрнекті қиғанда ою ортасындағы сызық ұшы құстың тұмсығына ұқсас етіп қиылады. Құс тұмсық пен топсалы жүзік сәлемдеме ретінде туыстар арасында дәнекерлік қызмет атқарған. Құс бейнесі халық түсінігінде азаттықтың белгісі. Тұмарша үшбұрыш секілді болады. Үшкіл, үшбұрыш тәрізді тұмарлар тіл көзден сақтау үшін адамдарға ғана емес, үй жануарларына да бойтұмар ретінде тағылады. Кілем бұйымдарының жиегінде киіз, кілем текеметтің орта тұсын көмкеруде кездеседі. Ұлттық киімдер ең әдемі киім, ұлтыңның киімі деген ұлағатты сөз бар. Қазақ халқының ұлттық киімдерінің түрі де, үлгісі де еш халықтан кем болған жоқ. Оның көркем үлгілері әлемнің этнографиялық мұражайлары мен көрмелерінен орын алған. Ұлт мәдениетінде бағалы киімдер сый-сияпат, дипломатиялық қатынастарда ескерткіш белгі ретінде жүрген. Ат, шапан сыйлау құрметтеудің жақсы көрінісі деп бағаланған. Ертеде халық шеберлері қазақтың салты дәстүріне тән, кигенде ыңғайлы, тұрмысқа қолайлы әртүрлі киім үлгілерін жасаған. Тымақ, аң, мал терісінен жасалған қыстық бас киім. Бөрік жиегіне аң терісін салған, төбесіне үкі қадалған, сырты әшекейленген, ерлер де, қыздар мен жас келіншектер де киетін бас киім. Бөкебай түбіттен тоқылған әйелдердің бас киімі. Тақия қыздардың үкілеген, әсем зергерлік бұйымдар тағылған бас киімі. Қасаба қымбат матадан тігілетін қыздардың бас киімі. Қалпақ ер адамдардың бас киімі. Төбедей төбеге киетін жаздық шағын бас киім. Құлақшын, малақай, қыстық бас киім. Жалбағай малшылардың жаздық бас киімі. Сәукеле ұзатылатын қыздардың қымбат бас киімі. Сәлде молдалардың орап киетін бас киімі. Желек сәукеленің немесе қыздар бас киімінің желке тұсынан төгіліп тұратын жібек мата. Жыға мойынға су кетпеу үшін дулығаның немесе бас киімнің желке тұсынан тағылған қалың мата.
Күләпара су немесе қар түспес үшін бас киімнің сыртынан қаптай киетін брезенттен тігілген бас киім. Күндік иегде әйелдер басына орай тартатын жаулықтың бір түрі. Жаулық тұрмыстағы әйелдердің тартатын бас киімі. Кимешек әжелердің тек беті ашық, басын, иығын жауып тұратын бас киімі. Шалма түбіттен тоқылған ерлердің мойын орағышы. Шәлі, салы, әйелдердің басқа тартатын шашақты, сәндік орамалы. Жейде іштен киетін ерлер киімі. Көйлек әйел киімі. Киіт, кәде, құдалыққа ұсынатын киім-кешек. Күрте ерлердің жейде сыртынан киетін жұқа киімі. Кеудеше жылылық үшін кеудеге киетін жеңсіз киім. Бешпент ерлердің жазда киетін сырт киімі. Шапан тізеден төмен түсетін қалың сырт киім. Оның түрлері қаптал шапан, қималы шапан, сырмалы шапан. Қамзол әйелдердің көйлек сыртынан киетін киімі. Шекпен су өтпес үшін киетін сырт киім. Ең бағалысы түйе жүннен тігіледі. Жақы, құлын жақы, тай жақы, жылқы терісін жүнін сыртына қаратып тігетін кәделі киім. Жадағай түйе жүннен тоқылған астарсыз шапан. Тон, аң, мал, қой терілерінен тігілетін жылы киімдер. Оның түрлері қырмызы тон, қамқа тон, тұлып, қасқыр, қой терісінен тігілген. Қыста тоңбас үшін киім сыртынан киетін кең киім. Ішкі аң терілерінен тігілген, қыста киетін сәнді киім. Оның түрлері қасқыр ішік, бода ішік, түлкі ішік, жанат ішік, күзен ішік, құндыз ішік, қоян ішік, қарсақ ішік, бұлғын ішік. Күпі ішіне жабағы жүн салып сырған шапан түрі. Кебенек жауынды, боранды күні киім сыртынан киетін су өтпейтін киім. Белдемше үй шаруасын атқарған кезде белден байланатын алжапқыш. Белбеу киім сыртынан болатын, былғарыдан, матадан жасалатын бұйым. Шалбар ерлердің балақты бұт киімі. Дамбал үзім балақты іш киім. Лыпа балақсыз іш киім. Жарғақ шалбар тықыр теріден тігілген шалбар. Тері шалбар жүнін ішіне қаратып тігілген қыста киетін шалбар. Ит көйлек жаңа туған нәрестеге кигізетін жүрмек тіккен көйлекше. Етік былғарыдан тігілетін қонышы ұзын аяқ киім. Саптама етік байпақ салып киетін қысқы етік. Байпақ етік ішінен киетін киізден тігілген аяқ киім. Жым етік өкше саласа қисық табан етік. Шоңқайма етік еркекке де, әйелге де арналған биік өкшелі, түрлі түсті жіппен әдіптелген сәнді етік. Ұлтарма жұмысқа киетін оңай тігілетін етік түрі. Кебіс былғарыдан қонышсыз тігілетін аяқ киім. Мәсі кебіспен киетін қонышты, өкшесіз аяқ киім. Шоқа етік жұмысқа киетін аяқ киім. Ұлтарақ аяқ киім ішіне жылылық үшін салынатын киіз. Шұлық жалаң аяққа киетін жүннен тоқылатын киім. Шәрке жазда киетін жұқа аяқ киім. Сандал үсті ашық, жаздық аяқ киім. Шұлғау етік мәсі ішінен аяққа орайтын жұмсақ мата. Пима жүннен басылған жылы қыстық аяқ киім. Қолғап қыста немесе жұмыс жасағанда киетін киім. Түйме киім өңірін қаусырғанда бекітетін бұйым. Құрысқақ тымақ желкесін төбесіне іліп бекітетін ағаш тиек. Ұлттық тағамдар қазақ халқы асты жоғары бағалап қадірлей білген. Сондықтан қазақтар адам қажеттіліктерінің ішінде тағамды бәрінен жоғары қойған. Сол үшін де бабаларымыз астан үлкен емессің деген. Олар асты құрметтеудің жолын, оны әзірлеудің көзін таба білген. Ел мен елді татуластыруды, жақсылар мен жайсаңсарды құрметтеуді, өздерінің мырзалық, мәртті қасиеттерін қазақ кең дастарханы арқылы көрсеткен. Мал шаруашылығымен айналысқан ата-бабамыздың негізгі асы ет пен сүт болған. Етті қуырып асып жеген. Ал сүттен көптеген тағамдар дайындаған. Сиыр, қой сүттерінен құрт, кілегей, қаймақ, ірімшік, сары май, тағы да басқа дәмдер әзірлеген. Негізінен ас даярлау ісін қазақ әйелдері о бастан-ақ өз мойындарына алған. Қазақ әйелдері сан алуан тағамдарды әзірлеудің, оларды жазда да, қыста да бұзбай сақтаудың әдіс тәсілдерін жақсы білген. Қазақтар үшін басқа тағамдарға қарағанда сүттің алатын орны ерекше болған. Себебі сүт және сүттен жасалатын тағамдар денсаулыққа өте пайдалы. Ол ас қорыту бездерінің жұмыс істеу қабілетін үнемі жақсартып отырады.
Оның үстіне сүт өнімдерінің дәрілік қасиеті де бар екен. Олар емдеу, алдын алу, диеталық тағам ретінде де қолданылады. Ал жылқының сүтінен әзірленетін қымыздың емдік қасиеті ертеден белгілі. Онда жүректің жұмыс істеуін жақсартатын дәрумендер бар. Сонымен бірге шұбатты денсаулыққа өте пайдалы екен. Осы астардың пайдасын медицина пайда болмай тұрып-ақ білген ата-бабаларымыз нағыз данышпан екен ғой. Ұннан жасалатын тағамдар бауырсақ әдетте шай, қымыз, шұбат ішкенде дастарханға салынады. Бауырсақты бидай ұнынан пісіреді. Оны қамырда ашытып та ашытпай да дайындауға болады. Ашытпай пісірген бауырсақ көпке шыдайды, ал ашытып пісірілген бауырсақ кеуіп қалса, жеуге жайсыз болады. Ашымаған қамырдан бауырсақ пісіру үшін ұнға май, жұмыртқа, сүт, тұз салып илейді, айран құйса да болады. Қамырды иін қандыра қатты илеп қоя тұру керек. Содан кейін қамырды жазып, төрт бұрыштап кесіп немесе жіңішкелеу етіп есіп алып, содан кейін кессе де болады. Кесіп дайындаған бауырсақтың бетін кеуіп кетпеу үшін жауып қойған жөн. Қазанға май салып әбден қыздырып алған соң, бауырсақ майдың мөлшеріне қарай салынады. Бауырсақты үздіксіз араластырып тұрса, біркелкі болып піседі. От қатты жанса, бауырсақтың іші шикі болады немесе тым қызарып кетеді. Қызыл күрең болып піскен бауырсақ сәнді, дәмді болады. Ашытқан қамырдан бауырсақ пісіру үшін жылы суға ашытқы, қант, ұн салып жылы жерге қою керек. Ашытқы көпіршіктеніп ашыған кезде тұз, май, жұмыртқа, ұн салып өте жұмсақ етіп иін қандыра илейді. Жұмсақ иленген бауырсақ жақсы қабарып, жұмсақ болып піседі. Ашытқан қамырды есіп, жұқалап жаяды да біркелкі етіп кеседі. Тақтайға немесе табаққа бір-бірлеп тізіп, 10-15 минут қойып, қабарғаннан кейін пісірсе, іші шикі болмайды. Бауырсақты қалыңсығы бір елідей етіп жайып қызып тұрған майға пісіреді. Таба нан. Оны жабу үшін ұнға май, сүт қосып иленеді. Қамырды бір табаның үстіне екінші табаны төңкеріп жауып, шоқтың қоламтасына көміп пісіреді. Егер таба қоламтаға көмілсе, оны аудару керек. Таба нанды ашытып немесе ашытпай пісіруге болады. Ашытылған қамыр жұмсақ, ашытылмаған қамырды қатты етіп, иін қандыра илейді. Ашытылған қамырды орап, жылы жерге қояды, ал ашытылмаған қамырды су шүберекке орап, 20 минуттай салқын жерге, бүгінде тоңазытқыштың астыңғы жағына қояды. Содан кейін қамырды табаның үлкендігіне қарай бір-екі елі етіп жайып, майланған табаға салады. Қамыр жақсы ашу үшін 2-3 рет көтерілуі керек. Көтерілген қамырды қолды сулап, басып-басып қою керек, ол қайта көтеріледі. Құйрық май қосылған табанан май салып қатты иленген қамырды табаның үлкендігінде етіп бір елідей қалыңдықты жайып, майланған, қыздырылған табаға салып отқа, шоқтың ыстық қоламтасына қояды, немесе пешке салады. Нан табаға салынған соң бармақпен әр жерінен тесіп, сол жерге ұсақ туралған құйрық май салады. Бетіне тағы бір таба жабылады. Құйрық маймен пісірілген таба нан өте дәмді болады. Салма ет тамаққа салынатын ұннан дайындалады. Салманың аты әр жерде әр түрлі. Салма, кеспе, жайма, шелпек, нарын, үзбе. Салманы сорпаға, не соғақ етіп қамырдан дайындалады. Ол дәмді болу үшін оның қамырына 1-2 жұмыртқа салу жөн. Қамырды оқтаумен жұқалап жайып, одан соң пышақпен жіңішкелеп кесіп, не болмаса қолмен үзіп қайнап тұрған сорпаға пісіреді. Салма етке жабысып қалмау үшін оны салардың алдында етті сүзіп алады. Оны салған ет жеуге өте жеңіл, әрі сіңімді ет. Май шелпек. Үнді сары май қосып илеп, онша жұқалап жаймай пісіреді. Май шелпектің арасына қойдың, жылқының шыжығын салуға болады. Қаттама нанның өте дәмді түрі, май, жұмыртқа, сүт құйып қатты етіп иленген қамырды жұқалап жайып, жайманың бетіне май жағады. Оны оқтауға орап, пышақпен бірнеше бөліп, әр бөліп қайтады. Бөлшектелген нан қазанда қыздырылған майға пісіріледі. Сонда шелпек қатпар-қатпар болып өте дәмді болып піседі. Кейде мұндай қат таманы қазанға май жағып, қарма тәрізді етіп пісіруге де болады. Дақылдардан жасатылатын тағамдар. Талқан қуырылған бидайдан, арпадан, жүгеріден ұнтақтап дайындалады. Ерте кезде талқан дайындаудың 2 тәсілі болған. Бірі қол диірменге тарту, екіншісі келіге түйу. 2 тәсілмен дайындағанда талқанның майдаланбай қалып қоятын түйіршіктері болады, оны талқанның сағы дейді. Талқанның сағын бөліп алу үшін жайпақ табаққа салып екшейді. Сонда сағы талқанның бетіне бөлініп шығады да ұнтақ астында қалады.
Бетіндегі сақты алып тастай отырып, талқанның ұнтағын бөліп алады. Талқан өте дәмді әрі құнарлы тамақ. Оны майға, кілегейге, қаймаққа араластырып жеуге де, шайға салуға да болады. Талқан салған шай қою болады әрі тез суиды. Оны жентке қосады. Талқаннан әзірленетін тамақты сарталқан немесе майталқан деп атайды. Сарталқан дайындағанда талқанды қойдың құйрық майына немесе жылқының майына араластырып, баяу жанған отқа қойып қуырады. Талқанды құмшекер салып дастарханға құрғақ күйінде қоюға да болады. Оны кебегі көп тазартылмаған бидай ұнынан әзірлеуге де болады. Ол үшін аздап май жағылған қазанға шақтап ұн салып ақырындап қуырады. Қуырылып қызыл күрең тартқан ыстық талқанға сары май және құмшекер қосады. Сонда ол өте дәмді болады. Оны балалар да сүйсініп жейді. Талқанды майға, кілегейге, сүтке араластырып жеуге болады. Бидай көже. Оны әзірлеу үшін бидайды шаң тозаңнан тазартып, аздап су сеуіп келге салады да түктеп кебегінен ажыратады. Кебегін желпіп кептіру үшін түктелген бидайды 10-15 минут кептіріп, астауға салып желпіп кебегінен тазартады. Содан кейін бидайды сулап келге салып түйеді. Осылай жаншылған бидайды суға немесе сүтке қосып жайлап қайнатады. Біраз қайнаған соң қазанның қақпағын жауып 30-40 минут бұқтырып қояды. Содан кейін көженің піскен-піспегенін, тұзын татып қарап, тағы бір рет қайнатады. Піскен көжеге қатық айран, сүт қосып ішуге болады. Тары көже. Ақталған тарыны суға қайнатып дайындайды. Суығаннан кейін үстіне сүзбе, қатық, сүт құяды. Жент өте кәделі дастархан дәмі. Ол қыста қатпайтын, жазда бұзылмайтын өте дәмді тағам. Жент былғау шеберлікті талап етеді. Ақталған тарыны келіге түйіп ұнтақтайды. Оған құмшекер, ұнтақталған ірімшік салып араластырады. Содан соң қазанға жылқының майын құйып ысытып, жаңағы араластырған тары мен ірімшікті салып, оттың болмашы табында араластырады. Жент майды бойына сіңірген соң ыдысқа салынып, салқын жерге қойылады. Әдетте жент ешкінің немесе қойдың қарнына салып сақталады. Ол ауа өткізбейді де, жент өзінің иісін, дәмін жоймай, ермей жақсы сақталады. Жылқы майы болмағанда сары майға былғаса да болады. Жент көбінесе соғым сойған кезде әзірленеді. Майға илеп пісіріп кептірген бауырсақтың ұнтақталғанын, не бидай талқанын және аздап мейіз қосуға болады. Майсөк ақтаған тарыны, сөкті майға қуырып дайындалатын тағам. Майсөкті дайындағанда қойдың құйрық майын турап шыжғырып, шыжығын алмаған күйінде ақтаған тарыны салып қуырады. Майсөкті сол күйінде немесе шайға салып жеуге де болады. Қойдың құйрық майы болмағанда жылқының майына, сары майға, тортасын айырған майға, кейде тіпті тоң майға да қуырып әзірлейді. Майсөк дастархан сәнін келтіретін тағам ғана емес, жолаушылар жиі пайдаланатын түс тағамына да жатады. Бидай қуыру. Бидайды қуыру үшін алдымен әбден тазартады. Бірнеше рет желпиді. Содан соң жылы сумен мұқият жуады. Қазанды отқа қойып, ұсақтап туралған май салып шығарады. Май қатты қызығанда бидайды салып қуырады. Бидай күреңдегенде отын сөндіріп, қазанның бетін жуып, 10-15 минут бұқтырады. Оны шаймен бірге береді. Бөкпе ақтаған тары сүтке бөрттіріп дайындалады. Кілегейі алынбаған шикі сүтке ақталған тары салып, түбі қарылмайтындай етіп жайлап қайнатады. Сүт суала бастағанда үстіне сары май салып, аздап құмшекер сеуіп, оттың табына бөктіреді. Сүт әбден суалып болғанша тары да піседі. Бабымен піскен бөкпенің беті қабыршақтанып, бауырдай дірілдеп тұрады. Бойына сүт пен майды сіңіріп былбырап піскен бөкпе аса дәмді болады. Бұл үй ішінің күнделік тағамы ғана емес, сонымен бірге сыйлы қонақтарға тартуға жарарлық кәделі ас. Сүт тағамдары айран, ұйытылған сүттен жасалады. Оны қаймағы алынған сүттен де, қаймағы алынбаған сүттен де ұйытуға болады. Ол үшін сүтті 5-10 минут қайнатып, қанжылым қалыпқа түскенше суытады. Содан соң ұйытқы, ашытқы қосып араластырады да, ыдысты жақсылап бүркеп тастайды. Ол 1-2 сағат аралығында ұйып болады. Иған айран ашып кетпеуі үшін оны бетін ашып салқын жерге қояды. Айранды сусын ретінде, тағам ретінде де пайдалануға болады. Қатық сиырдың, қойдың, ешкінің қаймағы алынбаған сүтінен ұйытып әзірленеді. Қатық піскен сүттен де ұйытылады. Қатық ұйыту үшін жылы сүтке ұйытқы құйып, ыдыстың бетін жауып, күн түспейтін жылы жерге 2-3 сағаттай қояды. Қаймағы алынбаған сүттен ұйытылған қатықтың бетіне қалың қаймақ тұрады.
Ап кілегейі алынбаған шикі сүттен ұйытылған қатықтың бетіне қалың кілегей жиналады. Аса құнарлы сүттен ұйытылған қатықтың қаймағы мен кілегейі қалың болады. Піскен сүттен ұйытылған қатықты сол күйінде ішеді, не болмаса кенеп қапқа құйып сүзіп, сары суын шығарып, сүзбе жасайды. Сүзбені тұздап сүзбе құрт жасауға да, немесе қарынға салып сүзбе күйінде пайдалануға да болады. Қатықты ұйытылған күйінде де, сүзбе жасағаннан кейінде сорпаға, көжеге қосса астың дәмін келтіреді. Қойыртпақ, қатық, айранға сүт қосып ішетін тоқ сусын. Оны жолаушылар торсыққа құйып қанжығаларына байлап жүрген. Қанжығадағы қойыртпақ көп шайқалады. Соған орай қанша ашса да ашуы білінбейді. Шалап көбіне жаз айларында шөл басатын бірден бір пайдалы сусын. Шалап дайындау үшін алдымен айран немесе шұбатты үлкен ыдысқа құйып алады да үстіне су қосады. Оған бұлақ немесе құдық суын қосқан дұрыс. Өйткені олар өте таза, мөлдір әрі салқын болады. Су қосқан соң қасықпен жақсылап араластырады. Шалап түйе сүтінен ашытылады. Бұл әрі сусын, әрі тағам. Өйткені бие сүтіне қарағанда түйе сүті өте майлы келеді. Оның емдік қасиеті де бар. Шұбат. Ашыту технологиясы қымыз ашытуға қарағанда оңай. Өйткені оны бір қорландырып алса, одан әрі ешқандай ашытқысыз аши береді. Қымыз секілді мезгіл пісіп отырудың да қажеті жоқ. Тек кісіге құйып берерде ғана шайқап жіберсе, ол жақсы араласып көпіршігі азаяды. Шұбат құйылған ыдыстың тығынын алып немесе местің пұшпағын шешіп, газын шығарып отыру керек. Әйтпесе тығынды ұшырып, месті сіндіріп жібереді. Қымыз биенің сүтінен дайындалатын денсаулыққа шипалы әрі жұғымды сусын. Қымыз қазақ халқының ұлттық тағамдарының ішіндегі ең құрметті дастархан мәзірінің бірі. Сары қымыз дертке шипа, денеге күш. Қымыз негізінен жылқы терісінен тігіліп, әбден тобылғы түтіннің ысы сіңген сабада, не болмаса ағаш күбіде ашытылады. Қымыздың ашытқысы қор деп аталады. Дәкеге түйген қорды сабаға не күбіге салып, оның үстіне бір шелектей жаңа сауған салқын саумалды құйып, ыдыстың сыртын жылылап орап тастайды. Қор езіліп саумалға тегіс тарағанда, саумалдың дәмі қышқылданады. Сөйтіп жаңа қор жасалады. Жаңа қордың үстіне салқындатылған саумалды құйып, әр жолы саумал құйылған сайын піспекпен жарты сағаттай пісіп араластырып отырады. Қымыз ашытылатын ыдыстың ішіне қойдың сүр құйрығын не болмаса жылқының сүр қазысы мен семіз жаясын салып жіберсе, қымыз майлы әрі жұмсақ болады. Әдетте қымыздың өзінен де май шығады. Ол май қаралдымданып қымыздың бетінде қалқып жүреді. Іңірде пісілген қымызды жылылап қымтап қойып, келесі күні биенің бас сауымы саулып болғаннан кейін ғана қотарады. Саба мен күбіні ең кемі аптасына бір рет әбден жуып кептіріп, ұстап отыру қажет. Дер кезінде тазартып, ысталмаған ыдыс өңезденіп, қымыздан ескі дәм шығып тұрады. Қымыздан бір күнде жетерлік мөлшерде қотарып алғаннан кейін, оның орнына қайта саумал құйылады. Бұл үдеріс бие ағытылғанға дейін осылай жалғаса береді. Қымыз қотарғанда ыдыстың түбіне жетерлік мөлшерде қор қалуға тиіс. Қымыз дайындау шеберлігіне, сүттің тегіне, уақыт мезгіліне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Осыған орай оның аталуы да алуан түрлі. Оның ең бастылары мыналар: уыз қымыз, биені алғаш байлағанда ашытылатын қымыз, мұны бие бау деп те айтады. Қымыз әбден пісіп қою болады. Бесті қымыз, сып ашуы мейлінше бабына жеткен қымыз, дөмен қымыз, 3 түнегеннен кейін қотарылатын, мейлінше ашуы жеткен қымыз, жуас қымыз, үстіне саумал қосып жұмсартылған қымыз, бұл ішуге татымды болу үшін істелінеді. Құнан қымыз, 2 түнегеннен кейін ғана қотарылатын қымыз, бұл түнеме қымызға қарағанда күштірек болады. Қысырақ қымыз, бірінші рет құлындаған қулық биенің үстінен ашытылатын қымыз, бұл жылда сауылып жүрген сары қарын мама биелердің үстіне қарағанда әлде қайда қуатты болады. Оны әдетте ту қымыз деп айтады. Қысырдың қымызы, бие ағытылып кеткеннен кейін, жем, шөбі бар адамдар қысыр биелерді іріктеп алып қалып, қыста қолда ұстап сауады. Сары қымыз, шөп пісіп, биенің сүті қойылған кезде ашытылатын қымыз, ол жазды күнгі қымызға қарағанда қою әрі өңі сары болады. Сірге жияр қымыз, бие ағытылар кездегі ең соңғы қымыз. Әдетте бие алғаш байланып, уыз қымыз жерде бір той болса,
бие ақтылып, сірге, жер қымызды шерде тағы бір той болады. Түнеме қымыз, ескі қымыздың үстіне саумал құйылып, келесі күні, тағы бір күн асқаннан кейін қотарылған қымыз. Қорықтық, тас қорықтық. Тек қой ешкінің сүтінен қойшылар өрісте жүргенде пісіріп ішетін тамақ. Ағаш тостаққа не саптаяққа сауылған қой сүтіне отқа әбден қыздырылған малта тасты бір-бірлеп салып отырады. Шикі сүт 2-3 минутта қайнап піседі. Балқаймақ шұңғылдау ыдысқа құйылған шикі қаймақ, кілегей, баяу жанып жатқан отқа қойылып, бетіне май шыққанша араластыра отырып пісіріледі. Әбден қайнаған кезде үстіне құмшекер себіледі, бал салынып үн қосылады. Содан соң араластырып тағы да қайнатылады. Дайын болған қоспаны ыдысқа аударып, дастарханға әкеле беруге болады. Ол көбінесе дастарханға шаймен бірге беріледі. Кілегей шикі сүттің бетіне жиналатын маңызды қаймақ. Кілегей сиыр сүтінен алынады. Жаңа сауған жылы сүтті кең ыдысқа қотарып құйып, салқын жерге қояды. Сонда сүттің бетіне сары түсті маңызы қалқып шығып, қабышақтанып жиналады. Оны қасықпен жайлап қалқып алады. Кілегей шайдың өңін ашып, дәмін келтіретін болғандықтан, оны көбінесе шайға қосады. Кілегейге тары, талқан, қуырған бидай, кептірілген қызыл ірімшік пен ақ ірімшікті араластыруға болады. Қаймақ сиырдың, қойдың, ешкінің пісірілген сүтінің бетіне жиналатын маңызын, майлы құрамын қаймақ дейді. Пісірілген сүтті бетін ашып, салқын жерге қойса, сүт салқындаған сайын оның бетіне қабыршақтанып қаймақ жиналады. Қаймақ қалыңсығы сүттің құнарлығына, нәріне байланысты. Сонымен бірге сүттің пісірілуіне де байланысты болады. Қойдың сүті қою болғандықтан, оның қаймағы да сиыр мен ешкі сүтінің қаймағынан қалың болады. Қаймақ қалың болу үшін сүтті тасытпай, шымырлатып қана бабымен пісіру керек. Сүт әбден суығаннан кейін қаймағын қасықпен қалқып алады. Қаймақта ағаштан, қайыңның тозынан, қабығынан, ысталған темірден жасалған қақпағы бар ыдыста сақтайды. Бабымен пісірілген сүттің қаймағы майлы да жұмсақ болады. Сарқылдап қайнатылған сүттің қаймағы әрі дәмсіз, әрі шандырланып тұрады. Қаймақты езіп шайға қатса, шайдың дәмі келіп өңі ашылады. Бидай мен тарыны қаймаққа араластырып жеуге болады. Құрт малдың сүтінен дайындалып, ұзақ уақыт сақтауға болатын тағам. Сабаға сүтті жинап, сүт ашығаннан кейін піседі, сүт іркітке айналып, майы бетіне қалқып шығады. Майын бөлек алып тұздап қарынға салады да, іркітті қазанға суы сарқылғанша қайнатады. Құрт қайнап жатқан кезде қазанның түбін, ернеуін қырып, әлсін-әлсін араластырып отырады. Құрт қайнап әбден қойылған соң қапқа құйып, керегенің басына немесе ашаға іліп сары суын ағызады. Құрт қапта бір тәулік тұрған соң, суы әбден сарқылып құрғайды. Бұдан кейін құртты қаптан алып, сықпалап бөліп шиге, тақтаға жайып кептіреді. Қайнатқан құрт 2 түрлі болады, бірі ақ құрт. Ол көп ашымаған және пісуін жеткізіп, майдан әбден арылған іркіттен қайнатылады. Кейде аздап тұз қосып кептіреді. Ол көбіне жазда, күзде желінеді. Екінші қара құрт. Ашуы жеткен іркіттің пісуін қандырмай, майын жартылай алады, немесе алмай қайнатады. Құрттың осы түрін қыста езіп дәмді құрт көже даярлайды. Езілгеннен қалған қиыршық құрт малта деп аталады. Астауға салып қолмен езуге, немесе қойдың бас сүйегімен, азу тістерімен үгуге болады. Құртты ыстық суға, сорпаға езеді. Езген құртты сол күйінде ішуге де, сорпаға не көжеге қосып ішуге де болады. Құрт аса қуатты әрі жағымды тағам. Сары май. Сиырдың, қойдың, ешкінің сүтінен алынады. Сары май ірі қараның не серкенің терісінен тігілген саба тұрсықта, не болмаса ағаш күбіде дайындалады. Шикі сүттен ұйытатын айранды, қатықты, кейде іріген сүт пен шикі сүттің өзін сабаға не күбіге құйып әбден толған кезде піседі. Іркіттің пісуі жеткен кезде май ыдырап бөлек шығады. Бірден 2-3 қабат мәрліге салып бүктейді де, қолмен сығымдап майды сүзеді. Бұрындары майды қыл-қыбырынан тазарту үшін пышақпен қылшықтайтын. Сүзгіден тазарып шыққан майды суық суға салып, іркітінен арылтып тоңастады. Сонан кейін жайпақ ыдысқа салып, қолмен мытып, алақанмен шапалақтап суын шығарады. Содан кейін тұздап ыдысқа салады. Сары майды қойдың, ешкінің қарынына, бүйенге сақтайды. Қарынға салынған майлардың да әр түрлі атауы бар. Атан қарын май, ата қой мен атан серкенің қарынына салынған май. Қозы қарын май, қозының не лақтың қарынына салынған май. Түзі бар майды жақтырмайтын адамдар сары майды тортасынан айырып алады. Ол үшін сары майды қазанға салып қайнатады.
Қайнаған кезде оның ішіндегі тұзы майдың бетіне қалқып шығады. Бетіндегі тұзын қалқып алып, майдың өзін суытса түзі жоқ, сап-сары май шығады. Мұны ортасынан айырған май деп атайды. Сүзбе айраннан немесе қайнаған іркіттен дайындалады. Ашыған айранда қатықты немесе қайнаған құртты кенеп дорбаға құяды да іліп қойып сорғытады. Содан ол өзінен өзі сүзіліп, сұйығы ағып кетеді де сүзбе түбінде қалады. Сүзбені тұздап малдың қарнына салып кептіреді. Оны жылдың кез келген уақытында езіп сорпаға, көжеге қосуға, сондай-ақ сүт, су қосып жалап етіп, сусын ретінде ішуге болады. Уыз жаңа төлдеген малдың желіне жиналатын қою сүт. Уыз сары уыз, ақ уыз деп екіге бөлінеді. Сары уыз әрі қою, әрі желім сияқты жабысқақ болады. Ақ уыздың өңі сары уызға қарағанда ақшыл, әрі сұйықтау келеді. Сары уызды төлдің өзіне емізіп, ақ уызды сауып алып пайдаланады. Інген мен биенің уызын бота мен құлынға емізеді. Ал сиырдың, қойдың, ешкінің ақ уыздарынан әртүрлі тағамдар пісіреді. Қатырған уыз. Мұны дайындау үшін уызды бүйенге, ашы шекке немесе металл ыдысқа күйіп қайнап жатқан судың ішіне салып пісіреді. Бір бұрқ етіп қайнағанда ыдысқа құйылған уыз шеміршектеніп қата бастайды. Одан соң оны ыдысымен бірге ыстық судан алып салқын суға салады. Сонда уыз қайнап піскен жұмыртқадай болып шығады. Қатырған уызды сүрептің үстіне турап салады. Төл басы, алғашқы төл, туған күні соғымның етінен шұжық асып, уыз қатырып, көрші қолаңды шақыратын дәстүр болған. Пісірілген уыз. Оны әзірлеу үшін уызға сүт қосып сұйытып пісіреді. Уыз іріп кетпеу үшін оны ожаумен сапырып отыру керек. Уызға тары салып пісіруге болады. Іркіт сиырдың, қойдың, ешкінің сүтінен дайындайды. Піскен сүттен ұйытылған айранды немесе шикі сүттен ұйытылған қатықты сабаға не күбіге жинайды да пісіп, оның майын қалқып алғаннан кейін ыдыстың ішінде іркіт қалады. Іркіттің ашы не түші болуы оның дайындалған сүтіне ғана емес, дайындау тәсіліне де байланысты. Іркіт құйылған ыдыс күннің көзінде тұрса, іркіт божып ашиды да, дәмі қышқылданып кетеді. Іркіт құйған ыдыс көлеңкеде тұрса, іркіттің дәмі бұзылмай түші болады. Ірімшік сиырдың, қойдың, ешкінің сүтінен қайнатып әзірленетін сүт тағамы. Ірімшік ақ ірімшік, қызыл ірімшік деп екіге бөлінеді. Ақ ірімшікті дайындау үшін ыдысқа құйылған шикі сүттің үстіне азырақ айран құйып сүтті ірітеді. Одан соң іріген сүтті отқа қойып қайнатады. Ірімшіктің сары суы бөлінген кезде оны шыптаға сүзеді. Ақ ірімшікке сары май, қаймақ, кілей сияқты майлы тағамдарды қосса, дәмді әрі құнарлы ас болады. Ақ ірімшікті шыптаға орап сүзіп алғаннан кейін жұқалап тіліп, өреге жайып кептіреді. Аяла кеткен ақ ірімшікті келіге түйіп жаншыса, тары сияқты қиыршық ұнтақ қайналады. Мұны тары орнына шайға, майға, қаймаққа, кілейге салып жеуге де болады. Қызыл ірімшікті дайындағанда қазанға құйылған жылы сүтке мәйек немесе үлкен қойдың ұлтабарына уыз толтырып кептірген ұйытқы салып, сүттің бетін қымтап жауып қояды. Жарты сағат тұрғанда сүт үйіп дірілдеп тұрады. Содан кейін мәйекті сүттен алып қазан астына от жағып қайнатады. Қайнай бере бауыр сияқты дірілдеп тұрған ұйыған сүтті қылыш деп аталатын арнаулы ағашпен шақпақтап тіледі. Ірімшіктің өңі біртіндеп қызара береді. Реңі қан қызыл түске еніп сары су қойылған кезде қазанды оттан түсіріп салқындатады да, одан соң шыптаға салып сүзеді. Сүзілген қызыл ірімшік бір-біріне жабыспай жеке-жеке бытырап тұрады. Қызыл ірімшікті де өреге жайып кептіреді. Оның аса жағымды өзіндік дәмі болады. Кепкен қызыл ірімшік үгітіліп тұрады. Қызыл ірімшікті жеке өзін жеуге де, майға, қаймаққа, кілейге араластырып жеуге де болады. Қызыл ірімшікті жентке қосады. Қаймақ не кілеге қосып келіге жаншыған қызыл ірімшік дастархан мәзірінің ең кәделі түрлерінің бірі болып есептеледі.